Ассалаумағалейкум, құрметті халайық. Мына такси регион. Өзім осында жұмыс істеймін. Осындайлар хабарламалар жіберіп тұрады, тек қана орыс тілінде. Бірде-бір мемлекет тілінде жоқ. Неше рет жіберді. Бірде-бір қазақ тілінде жазылмаған. Мен мысалы түсінбеймін оны. Сонда ол қалай болғаны, мемлекет тілінде неге жазбайды? Заң жүзінде бірінші мемлекет тілінде, одан кейін орыс тілінде жазу керек қой. Жоқ, олар вообще мүлдем жазбайды да. Олар біздің мемлекет тілімізді сыйламаған болып есептеледі. Біздің прокуратура, тіл басқармасы неге осындайларды байқамай ма, көрмей ма, әлде көргенде көрмеген деп отыра ма? Сол сіздердің назарларыңызға осы регионмен жұмыс істеулеріңізді сұраймын. Әкімшілік, прокуратура, тіл басқармасы.